Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын мини самсаның рецептін ұсынғым келіп отыр. Ең алдымен видеоны бастамас бұрын менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тартылған ет керек. Менде қатып тұрғандықтан мен оны ертіп алдым. Содан соң бірден қамырын жасауға кірісеміз. Бізге қамырын жасауға тұз, су және де сұйық май қажет болады. Ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Осымен менің қамырым дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ өте әдемі болып шықты. Енді 30 минутқа демалдырып қоямыз. Фаршымызды жай отта бір қазанға алып пісіретін боламыз. Ішіне ештеңке қоспаймыз басында. Өз суына осылай піскеннен кейін барып қосатын боламыз. Енді ішіне дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұз саламыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, томат саламыз. Егер сіз ашыны қатты жақсы көретін болсаңыз, онда қызыл бұрышын ішіне көптеу салсаңыз да болады. Осымен барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Фаршымызды осындай бөлек бір ыдысқа аламыз. Біздің салмамыз әлі толығымен дайын болған жоқ. Қазір оның үстіне болгарский пияз және де петрушка керек болады. Осылай болгар бұрышын, пиязды, петрушканы барлығын ұсақ етіп турап аламыз. Осымен біздің салмамыз толықтай дайын болды. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз және де дәміне қараңыздар. Егер тұзы аз болатын болса, тұз қосып, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып жіберсеңіздер де болады. Енді сары майымызды дайындаймыз ішіне қосатын. Мен осындай 82,5% президент сары майын қолдандым. Және де ана бала деген осындай май бар. Осыдан 3 ас қасық қолдандым. Егер сіздерде бұндай май жоқ болатын болса, онда тек қана сары маймен және де сұйық маймен жасасаңыздар болады. Енді үстіне сұйық май қосамыз. Осы майлардың барлығын жай отта ерітетін боламыз. Осымен менің майым еріді. Енді қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, менің қамырым өте жұқа. Қамырымызды әдемілеп жайып болғаннан кейін видеодағыдай бір өлшемде кесе аласыздар және де ортасынан кесесіздер, себебі біздің самсаларымыз кішкентай самса. Сондықтан да ортасынан кесіп аламыз. Енді ішіне бағана еріткен сары майымызды құямыз. Сары майымызды жағамыз. Біздің қамырға жағып жатқан майымыз көп болмауы керек, себебі көп болып кететін болса, онда біздің самсамыз өте майлы болып шығады. Сондықтан да майын орташа етіп жағыңыздар. Аз болып қалса, онда қамырлар бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан да не көп, не аз емес, орташа етіп жағыңыздар.
Осымен біздің қамырымыз дайын. Майын әдемілеп жағып қойдық. Енді бір ас қасықтың көлемінде фаршымызды саламыз. Осымен самсаларымның барлығы дайын. Енді табаға пергаментный бумага төседім. Сіздер де төсеңіздер. Егер төсемейтін болсаңыздар, самсаның майы шығып, сіздің табаңызды әбден ластауы мүмкін. Енді бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне күнжіт немесе мак қолдансаңыздар да болады. Немесе ештеңе қолданбай өзін пісіре берсеңіз де болады. Өте дәмді болып шығады. Менің самсаларым дайын болды. Енді 200 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Осындай әдемі қып-қызыл болып шығады. Бұл самсаның дәмі өте ерекше. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан кейін қайта-қайта жасағыңыз келіп тұрады. Сондықтан да осы рецептпен жасап көріңіздер. Толық рецепті описание бөліміне қалдыратын боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Барлығына міндетті түрде жауап беремін.